Құрамында ет жоқ, өте дәмді котлеттің рецептімен бөлісемін. Арнамнан алыстамай видеомды соңына дейін көрсеңіздер. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін мен сіздерге құрамында етті қажет етпейтін өте дәмді котлеттің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Баклажандарымызды тазалап алдық, енді кубиктап тураймыз. Қазіргі таңда еттің бағасы өте қымбат, сондықтан арасында осылай етсіз де тағамдар жасап тұрамын. Туралған баклажандарымызды ыдысымызға салып аламыз. Содан соң барып үстінен 2 шай қасық тұзымызды саламыз. Содан соң барып үстінен салқын суымызды құйып, бататындай етіп, бір 10 минутқа қоя тұрамыз. Баклажандарымыздың суын төкіп тастап, осындай блендерге салып, жақсылап өткізіп аламыз. Негізінде сіздерде блендер болмаса, кәдімгідей жаңағы мясорубкіден өткізіп алсаңыздар болады. Ұсақталған баклажандарымызды тағы да ыдысымызға салып аламыз. Енді баклажандарымыздың суын сығып тастаймыз. Біздерге көп судың қажеті жоқ. Осылай енді үстінен барып 2 жұмыртқа саламыз. Отбасыларыңызға байланысты көп жасасаңыздар да болады. Енді мен 3 дана баклажанға 2 жұмыртқа салдым. Үстінен 3 ас қасық ұнымызды саламыз. Содан соң барып дәміне қарай қарабұрыш тұз салсаңыздар да болады. Енді біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Және де достар, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Енді қуыратын ыдысымыздың ішіне сұйық май құйып аламыз. Енді орташа отта котлеттерімізді пісіріп ала береміз. Өте қалың, өте жұқа етіп жібермеңіздер. Осындай қалыңдықта болуы керек. Бірінші бетін қызартып қуырып алғаннан кейін, келесі бетінде дәл осылай қызартып пісіріп ала береміз. Бұл тағам сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше болып шығады. Сондықтан сіздерде отбасыларыңызға дәл осы тағамды пісіріп беруге кеңес беремін. Міне дайын котлеттерімізді осылай қызартып қуырып ала береміз. Тез әрі оңай тағамдардың бірі. Арасына салатын салмасы бұл жерде біздерде қызанақ қажет болады. Біздерге 2 данасы қажет. Енді осылай жұқа етіп турап аламыз. Енді котлеттеріміздің арасына жағуға біздерге соусын дайындаймыз. Ол үшін біздерге майонез немесе осындай творожный сырды қолдансаңыздар болады. Творожный сырдың үстіне мен қаймақ қолдандым. Ал сіздер майонездің өзін қолдансаңыздар болады. Және де чеснок қажет болады. Чеснокты мен бұл жолы 1 данасын емес, жартысын ғана қостым. Енді жақсылап араластырып аламыз. Енді пісіп шыққан котлетіміздің үстінен жаңағы соусымызды жағамыз. Содан соң барып сіздерде салатный лист болса да қосып жіберсеңіздер болады. Дәл осы жерде енді менде үйде болмағандықтан тек қызанақтың өзін ғана қолдандым. Өте ерекше дәмді болып шығады.
Біздердің котлеттеріміз дайын болды. Гарнир ретінде макарон немесе гречка қосып жесеңіздер болады. Өте ерекше әрі тойымды тағамдардың бірі. Ең бастысы құрамында ешқандай да ет жоқ. Сонда да өте дәмді болып шығады. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.